Сәлем достар, сізбен бірге Рако Геймер. Бүгін біз механизм жасайтын боламыз Майнкрафттан. Ол механизмнің аты машина кәдімгі. Ол үшін бізге блок слизи, және де любой өздеріңіз қалаған блок, және де красный блок керек, поршень, липкий поршень, және де наблюдатель керек. Ең бірінші біз осы өзіңіз қалаған блогымызды аламыз да, осылайынан 2 блок қоямыз, және де үстіне бүйтіп, және де бұлай қоямыз да, сосын бүйтеміз. Сосын бүйтіп олай емес, бүйтіп істейміз. Сосын бүйтеміз. Және де сосын біз бүйтеміз. Мына жерге бүйтіп липкий поршень қоямыз. Оның үстіне бүйтіп наблюдательді қоямыз. Әйтпесе болмайды. Жодысы шықпай жатыр. Олай шықпаса, оны сіздер бүйтіп және де бүйтесіздер, бүйтіп басасыздар, және де наблюдательді осылай бүйтіп қояды. Ой, қоймай қалды. Наблюдательді осылай қоясыздар да, және бүйтіп қоясыздар. Сосын мына жерге 1, 2, 3 блок қоясыздар да, сосын бүйтіп қоясыздар. Сосын тағы да мына жағын бүйтесіздер. Сосын артқы жағына бүйтіп қоясыздар. Осылай жаңағы блогымызды, және де енді мынау жерге бүйтіп поршенімізді қоямыз. Енді бұл көліктің жүруі үшін біз бүйтеміз. Біз оны істеу үшін бүйтеміз. Мына қызыл блокты аламыз да, мына жерге қоямыз. Болды, мінекей достар. Осындай бізде механизм, міне машина осылай жүреді. Ал бұны қалай тоқтатады десеңіздер, мына қызыл блокты алып тастаймыз. Алып тастаймыз, сонда тоқтап қалады. Мінекей, тоқтап қалды. Ал қазір үстіне бүйтіп қайтып қойып қойсақ, ол жүре береді. Давай, пока, жүре бер. Ал осымен достар, біз видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Рако Геймер. Ал ендеше қош, сау болыңыздар.